Бүгін Астана ауа райы ерке мінезін танытты. Аяз бұрқасын, желмен бірге жауған аппақ қар үдеп, аяқ алысы қиындай түсті. Ақтүтек боранның салдарынан 5-10 метр қашықтықта келе жатқан көлікті көру мүмкін емес. Астанада соққан кешегі боран салдарынан қаланың 2 тұрғынының денсаулығына зиян келді. Бірінің жағдайы өте ауыр. Аяғын қайырбаған, желдің екпінімен алдыға итеріп, өзін-өзі ұстай алмай алдыға құлап қалған. Ақтүтек боранда із-түзсіз жоғалып кеткен жас жігіттің мәйіті табылды. Көліктер түгел міне біздің өзіміз бір орында қатты желдің екпінінен әрең тұрмыз. Тілшілеріміз осы ауа райына қатысты ақпараттар жинап жатыр. Непогода пришла и в Казахстан. В Астане в связи с неблагоприятными погодными условиями акиматом объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Руководителям государственных органов, образовательных учреждений, объектов предпринимательства, строительства и других рекомендовано приостановить деятельность. Исключение организации жизнеобеспечения города, пожарная служба, полиция, службы департамента чрезвычайных ситуаций, скорая медицинская помощь, медицинские учреждения, коммунальные службы. Ақтүтек боран бүгін еліміздің көптеген аймақтарын әбігерге салды. Республикалық маңызы бар жолдар жабылып, көлік қатынасына шектеу қойылды. Ал Астанада таң атқалы жұртшылық жұмысына жете алмай, көліктер кептеліп, кей жерлерде жарық өшіп, көшелерде жарнамалық баннерлер бірінен соң бірі құлап жатыр. Сәлем достар, елорда астанамыздағы тұрғындарды әуреге салған дауылды боран әлі де басыла қоймайды. Осы бірнеше күннің ішінде адам терісіне сүйегіне дейін өтетін ине де өткір, мұздай салқын, адам аяғын шалып, оңайлықпен ұшырып әкететінде аязды боран басты жаңалық болуда. Ал Астананың бораны мен видеолар тек бізде емес, солай шетелдерде тарап адамдарды таңғалдыруда. Әрине, мұндай табиғи апатқа жақын ауа райы қалада өз ізін қалдырып үлгерді. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін Астананың боранды күндері жайлы айтамыз. Қаңтар айында Астанада болатын желдің аяз соққысы бірде-бір тұрғынды таңғалдырмайтын шығар. Алайда ауа райы кенеттен өзгеріп, қалада төтенше жағдай жарияланды. Бет қаратпайтын боранның жылдамдығы секундына 30 және 40 километрден асты. Бұл төтенше жағдайға байланысты білім беру, мемлекеттік органдар, базарлар мен құрылыс және кәсіпкерлік жұмыс орындары уақытша тоқтатылды. Ал жедел жәрдем, өрт сөндірушілер, қалалық ішкі істер және төтенше жағдайлар департаменті күшейтілген жұмыс тәртібіне көшірілді. Таң ертеңнен бастап алай-дүлей дауыл соғып, ат құлағы көрінбейтін боранға айналды. Тек бір күннің ішінде қатты боран Астанамызға біраз шығын әкелді. Атап айтқанда 26 тұрғын үй, 4 мектеп және 3 балабақша ғимаратына зақым келді. Сонымен қатар Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің шатыры жұлынып кетті. Қазір табиғат апатының зардаптары жөнделіп қалпына келтіріп жатса, жел тағы 16 аялдама мен 131 бағдаршамды бұзып үлгерді. Көзді аштыртпайтын боран үшін қалада көліктерден үлкен кептелістер пайда болып жүруді қиындатты. Ал қаладан тыс жолдары өте қауіпті болғандықтан олар да уақытша жабылды. Қала маңындағы елді мекендерге қатынайтын қоғамдық көліктердің де қозғалысына шектеу қойылды. Бұнан бөлек Қос ауылдық округіне жарық өшіп қалды. Қазіргі уақытта Астанадан 5 бағытқа шығатын, яғни Павлодар, Қарағанды облыстары, Щучинск және Қорғалжын кентіне дейін және Қостанай облысы бағыты бойынша жақсы елді мекен
бөлігіндегі тас жолдарға көлік қозғалысы тоқтатылды. Сонымен қатар қаланы тазартатын тиісті техникалар жұмылдырылғанымен қанша тазаласа да еш нәтиже бермей жатыр. Себебі толассыз жауған қардың толқыны тоқтар емес. Табиғаттың қаталдығы Астананың әуежайына да кедергі болды. Иә, табиғаттың тосын мінезі Астананың әуежайының жұмысына да кедергі келтірді. Бүгін сағат таңғы 9-дан бастап 3-ке дейін осы әуежайдың жұмысы тоқтатылды. 18 рейс кешіктіріліп жатыр. Оның 12-сі ішкі рейс болса, 6-ы халықаралық. Сондай-ақ 4 рейс мүлде тоқтатылған. Оның біреуі халықаралық, 3-і ішкі рейс. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына менің артында бірнеше метр жерде тұрған әуежайдың өзі көрінбейді. Дала өте суық. Астананың коммуналдық қызметі күшейтілген жұмыс тәртібіне көшірілді. Қар тазалауға 1500 техника бірлігі мен 2000-ға жуық адам шықты. Дегенмен қаланы толық етіп тазалау қиынға соғып жатыр. Астанада бір күнде 34227 куб қар тазаланды. Ал Астана тұрғындарына керекті жеріне барып келу тұрсын, бір қалыпта тұру мүмкін емес жағдайға айналған сияқты. Тіпті олардың дауылға қарсы тұра алмай, сырғанап кетіп жатқанын байқаса болады. Денсаулық сақтау басқармасы 39 адам зардап шеккені жайлы мәлімдеді. Боран кесірінен әртүрлі жарақат алған тұрғындар қаладағы травматология бөлімдерінің көмегіне жүгінген. Абылайхан даңғылындағы мына бөлімге бір тәулікте 61 науқас келген. Олардың 43-і жарақатын далада алған. Нақты бораннан зардап шеккендер 4-еу дейді дәрігерлер. Олардың 2-і өте ауыр халде жатыр. Біріншісінің басына ғимараттың сыртқы қаптамасы құласа, басқасы жел мен көктайғақ үшін бас сүйек жарақатын алған. Бұл адамға басына операция жасалып, денсаулығы қадағаланып отыр. Астанада 112 номеріне көмек сұрап хабарласқан 4000-нан астам қоңырау келіп түскен. Түсіп жатқан қоңыраулардың көбісі жылу желілерінің қатып қалуы, электр жарығының сөнуіне және көліктердің қалың қарда қалып қоюына қатысты болып отыр. Біз тұрғындарға әлі де сақ болуды, жылы киінуді және ұзақ жолға шықпауды ескертеміз. Ал полиция қызметкерлері қар құрсауынан шамамен 70 көлікті шығарып, 17 адамды қауіпсіз жерге шығарып тастаған. Айта кетерлік жағдай, сабағын тоқтатылған білмей мектепке кетіп қалған бала боранда адасып кетіп, оны КамАЗдың жүргізушісі байқап құтқарып қалған. Иә, бұл жүргізуші болмаса, бала солтүстік Қазақстандағы ұстаз сияқты аязды боранда адасып өліп кетуші еді. Солтүстік Қазақстан облысында ақтүтек боранда із-түзсіз жоғалып кеткен жас жігіттің мәйіті табылды. 20 жастағы азамат Уәлиханов ауданына қарасты Береке ауылындағы орта мектепте мұғалім болып жұмыс істеген. Ең өкініштісі, осындай жағдайды көпшілік көріп тұрып, көмекке келудің орнынан ұялы телефондарын қолына ұстап алып, болып жатқан жағдайды түсіріп күліп тұрады. Міне мыналар дәл сондай жағдайлар. Этот дрищ, блин, так и пройти не может. Все под контролем. Стоп, не упадет. Подержу. Проезжайте. Смотри, второй. Раз. Вот даже асфальтики Давай назад. Не пройдешь. Бірақ бұл боран адамның тек жаман жақтарын емес, солай жақсы жақтарын көрсетті. Оған міне мына көшенің ортасында тұрған оқушы дәлел. Мінекей мына баланың тірлігін қарап тұрсаңыз, өзі ішіп кетейін тұрғандай. Міне көрдіңіздер, артында рюкзак, оқушы баланы екені көрініп тұр. Мінекей қаншама жүргізушілерге бағыт бағдар беріп тұр. Мына жігітке мен риза болып тұрмын. Міне көріп тұрсыздар ғой міне. Қатты дүлей боран кезінде барлық жерлердегі қоршаулар, ғимараттардың бөлшектері мен басқа да объектілердің ұшуы 82 автокөліктің зақымдалуына әкеп соқты. Сол күндері болған оқиғалардың барлығы 177 үлкенді кішілі жол апаттарына себепкер болды. Бұл жағдайларда адамдардың көмегі мен жолда жасалынған мейірімділігі өз орнын тапты. Мысалы, мына бала алдында айтылған жыртылып құлаған объектілерді жолдан кедергі болмас үшін жинап жүр. Осындай және тағы басқа жақсы істер, қандай аяз, қандай боран болсын, жүрегімізді жылытады.
Ауа райының суықтығына қарамастан жанымыздағы мейірімділіктің жылуы ешқашан кетпесін. Ал егер бүгінгі видео сізге ұнаса, лайкты басуға ұмытпаңыз. Себебі әр басылған лайк каналдың дамуына үлкен әсерін тигізеді. Сонымен қатар өз достарын шақырып, пазл каналына жазылып, міне мына жердегі қоңыраушаны басыңыз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларды ешқашан өткізіп алмайсыз. Біздің басқа YouTube арналарымыз бен Инстаграмымызға және ВКонтакте тобымызға сілтемелер сипаттамада және бірінші комментарийде. Барлық жерге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.